Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен бірге өте ерекше, өте дәмді, жұмсақ болып шығатын тосаптан пирог жасайтын боламыз. Ол үшін осы видеоның соңына дейін көріңіздер, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен каналымды қолдап, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ең алдымен бөлек ыдысымызға 250 грамм тосабымызды құямыз. Егер сіздерде таразы болмаса, бір пиала толтырып құйсаңыздар болады. Оның үстіне бір шай қасық содамызға уксус құйып, тосапқа салып, жақсылап араластырып аламыз. Бізде осындай реакция жүреді. Осы видеода көріп тұрғандарыңыздай көп ретін болады, одан қорықпаңыздар. Тек қана өріктің тосабынан емес, басқа да тосаптарды пайдалансаңыздар болады. Ал енді басқа ыдысымызға 3 жұмыртқа 100 грамм қантымызды салып, венчикпен жақсылап қант ергенше араластырамыз. Қант қоспасаңыздар да болады, міндетті емес. Тосаптың өзімен де пирогымыз өте тәтті, дәмді болып шығады. Өз тәжірибемде сынап көрдім, қант қоспай да жасап көрдім, өте дәмді, тәтті болды. Ал енді жұмыртқамыздың үстінен жаңағы тосабымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Және де 3 ас қасық сұйық май құямыз, немесе сары май ертіп құйсаңыздар да болады. Жақсылап араластырып аламыз. Ең соңында 180 немесе 200 грамм аралықта ұнымызды електен өткізіп, аз-аздан қоса отырып, араластыратын боламыз. Толық рецепті осы видеоның астында описание бөліміне жазып кететін боламын. Сол жерден қарап алып, өздеріңізге сақтап алсаңыздар болады. Және де каналымды қолдап, тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Ұнымызды толық қосып болған соң, видеода көріп тұрғандарыңыздай, осындай қоюлықта болу керек. Ең соңында бір шай қасық ванильді қант қосып жібердім. Және де дәм қосады. Егер сіздің үйіңізде бар болса, қосып жіберсеңіз болады. Егер болмаса, міндетті емес. Міне осымен біздің пирогымыздың қамыры дайын болды. Осы кезде пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Ал енді формамызды алып, жақсылап сармай жағып шығатын боламыз. Және де үстінен ұн себеміз. Бұл пирогымыз жабысып қалмау үшін. Мендегі форманың диаметрі 24 см. Және де кез келген форма жарайды. Осылай формамызға қамырымызды құйып алып, бетін тегістеп жібереміз. Және де қызып тұрған пеште 180 градуста беті қызарып піскенше пісіріп алатын боламыз. Менде жарты сағат көлемінде пісіп шықты. Міне көріп тұрғандарыңыздай қып-қызыл. Таяқшаның көмегімен осылай тексеріп көреміз. Егер таяқшамыз осылай құп-құрғақ болып шығатын болса, ол толық пісті деген сөз. Ал енді пирогымыздың үстінен қант ұнтағын сеуіп шығамыз. Осымен біздің тосап қосылған пирогымыз дайын болды. Енді кесіп дастарханға қойсаңыз болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, пирогымыздың іші толықтай піскен. Өте дәмді, өте жұмсақ болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін сізге көп-көп рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.